Махаббат ертегісі 49 бөлімі. Бүгінгі бөлімі өте қызықты болады. Сүрия енесі өзінің келіні Жанпесаға жұмыс тауып берген болатын, және оған қосылып Севда, Гүлизарда баратын болды. Гүлизар және Жанпеса екеуі бизнесмен, яғни іскерлік кездесу сияқты кездесуге баратын болып келісті. Осы кезде кемпір барма десе де үйіне қонақ келеді. Махирдің бұрынғы ғашығы екен. Ол өткенде Жанпесамен кездесіп қалған кезде Жанпесаға мен Махирдің алғашқы ғашығымын, ол маған үйленбеді, мен онымен болдым деген сияқты өтірік сөздерін айтты. Ол кезде Жанпеса сөйлей алмай қалған еді. Өйткені алғаш рет таңғалып және қонақта жүргеннен кейін өзінің сыпайылығын ұстаған. Бұл жолы үндемей бақылап еді, десе де ол ешіріп бара жатты, әзірге көнді. Ал Махир мен Куршат кездесті және Махир оған барлық істі Шабашқа айтпауын айтып жатыр. Махир Куршат Шабасқа сенетінін айтты, десе де менің қызымның аяғы ауыр екен деп Махирді құттықтап қояды, бірақ Махир ештеңе айтпады. Ал мұнда кемпір ол қыздың келгеніне мәз болып қуанып отыр. Ол қыз болса Жанпесаны жамандап, сенің әкең адам өлтірген, қансияр кезінде Махир көп айтушы еді деген. Осы кезде ашуланып кеткен Жанпеса бұл қызды алдына салып алып, кет менің үйімнен, шық деп айқайлады. Осы кезде кемпірдің жүрегі тоқтап қалады, өйткені үй Махирдің атында, сондықтан да бұл Жанпесаның да үйі еді. Не істерін білмей қалған ол өсекші екі қыз ақырындап тұра бастады. Тіпті қайта кемпірге қарайды, бізді алып қаласың ба дегендей. Бірақ Жанпесаның ашуы шыдамады. Кет менің үйімнен, сен менің үйіме келіп алып аузыңа келеді айтатындай кімсің? Айқайлап қуып шықты. Енесі болса қуанып жүр. Жанпеса менің келінім ғой, ол дұрыс жасады деп мәз болып ізденіп жүр. Тіпті қызметшілер де, Жанпесаның абысындары да барлығы осы екі қыздың қууына қарап тұр. Жанпеса соңғы сөзін айтып, ендігі ары осы үйге келсең, сені кіргізбеймін, келуші болма деп ит қуғандай қуып шықты. Ал енесі болса, Жанпеса бұның ұят емес пе дейді. Осы кезде Севдаға да ұрысты. Сенің не шаруаң бар, сен де кезінде мені шашымнан сүйреп қуғансың. Осы кезде Гүлизар әңгімеге үндемеңдер, ол бізді де қуып жіберуі мүмкін деген әзілдеп жеткізді. Ал мұнда Жайланға сәлім келіп тұр еді есік алдына. Жұмыс орнында Салих пен Махир әдеттегідей сөйлесіп жатыр. Бұл көшпенділердің қыздары өте қырсық, бұларды қалай жеңуге болады? Бұларды басқарудың өзі қырсық деді. Неге сен Сараға сезіміңді айтпадың деп осы кезде бір-бірінен сөйлесіп отыр. Мұнда тез Сара, жат сағатта дайындал, біз іскерлік кездесуге барамыз дейді. Осы кезде кемпір алдынан шығып Гүлизарға сен қайда барасың, кімнен рұқсат сұрадың дейді. Гүлизар болса, мен үлкен әйелмін, мен ешкімнен рұқсат сұрамаймын, өз еркім өзімде деп шығып кетеді. Және Жанпесаға мен дұрыс жасадым иә деп балаша қонады. Осылайша Сара, Гүлизар, Жанпеса үшеуі іскерлік қатынасқа келеді. Ал мұнда Сәлім өзінің сүйіктісіне, Жайланға ерекше ғашық болғанын айтып жатыр. Мен басқаны білмеймін, сенің Махирдің қарындасың екенін де білмеймін, бірақ мен саған өте ғашықпын. Сен мен үшін ерекше адамсың. Сол үшін де сенің ерекше болғаның үшін мен саған ешқандай себепсіз ақша бердім дейді. Яғни 36 миллион қарыз берген айтты. Ғашық екенін әлі де мойындап ізінен қалмай жүр. Онда мақсатты Махирдің күйеубасы болу. Ал мұнда Жанпеса көріп қалып, сен делғұлы жынды неме, неге бұл қыздың соңынан қаласың? Жайлан, біз саған айттық қой, бұл жынды болма, екінші қарай кездеспе дейді. Сол кезде Жайлан да қарсы шығып, мүмкін ол мені сүйетін шығар. Жалғыз тіпті Сәлімнің өзі, Жанпеса, мен сені сүйген емеспін, мен тек Жайланды сүйемін, сол үшін де осы жерде жүрмін дейді. Жайлан да осы кезде қолдай кетеді. Ол тек саған ғана ғашық болу керек емес, ол маған да ғашық деп біршама ашуын көрсетіп қойды. Мейрамханада әлгі есерсоқ жігіттермен, яғни үлкен білген еркектермен кездескен үш қыз не істерлерін, қандай жұмыс екенін әлі де білмей жатыр. Содан кейін, сәлден кейін бұлар айналып келіп, ең соңында сендер біздің өмір бойғы көңілдесіміз болыңыздар, біз саған үй алып береміз деген әңгімені айтты. Махир болса қайта Жанпесаға звондап, Гүлизарға звондап,
Сараға звондап ала алмай жатыр. Болмағаннан кейін Жампезаға SMS хат жазды. Соның өзінде Жампеза оқымады. Махирдің жаны шығып кетті өйткені әйел бір нәрсеге ұрынып қалды ма екен деп. Осы кезде Жампезаға нағыз біз жүкше әйелдер сияқты боламыз ба деген, иә, дәл солай. Біздің әйеліміз, бала-шағамыз бар, тек бізге жүкше болсаңдар жеткілікті деген кезде ашуланып кеткен үшеуі қолдарындағымен тіпті біреуінің басын жарды, біреуіне көтеніне ине тығып алды ма, белгі тығып алды ма, әйтеуір. В общем, күлкілі осы жері. Осы кадрлер өте қызық, өзім күліп отырып көрдім. Солай бұлар аяғында басымызды жарды, жарақаттандық деп полицияға шағым түсіріп, осы кезде Махирге звонок келеді сіздің басқа нөмерден, яғни ол Жампеза. Махир, бізді алып шықса, біз бөлімшеге түсіп қалдық. Біреудің басын жардық. Әдейі емес, олар өздері кінәлі. Осылай звондады. Махир осы полиция қызметкеріне бер деп, және оған оларды қамап тастаңдар, мен бармайынша шығармаңдар деп бұйрық берді. Осылайша үшеуі қамалып қалып, істеген істеріне мәз болып күлді. Және екінші қару ондай нәрсе жасамауға, екінші қару ондай еркектермен кездеспеуге уәде берді бір-біріне. Махир осы жынданып келіп, әлі де қамала тұрсын. Олар бірақ бұл бандиттер арыздарын қайтарып алды, өйткені оның күйеуі полиция бастығы және оның әкесі мафияның бастығы екенін естіп бір-біріне айтты. Олар мафияның бастығы қорқынышты түрлері деп. Осылайша арыздарын қайтарып алды. Ал мұнда енесі Сүрия жанын шығып жүр. Махир енді маған ұрсатын болды. Мен білмедім, мен әдейі істемедім. Оларға нөмерді берген мен, оларды жұмыс тауып берген мен деп ақталып жатыр. Ал ана жерде прикол ұстап тұр. Ал Сәлім қызға жүрегін жаулап алу үшін оған өзінің сүйікті тамақтарын беріп жіберді. Осы кезде Сәлімді қатты жақсы ұрып кетті жайлан. 3 ғашық, 3 қыз, 3 еркек осылай күтіп алды. Бәрі бір-бірімен сәлеметсіз амандасып жатыр. Келесі сериясы өте қызықты, жалғасы бар.